Шавкат Рахмонов Абу-Дабиға кеткенде әйелі мен баласы ауыр жол апатына ұшырады. Бұл бүкіл елді дүр сілкіндірген қайғылы оқиға. Оқиға Алматы-Екатеринбург тас жолының 296 шақырымында Ақсуйық ауылының маңында болды. Көзі көлігін Гүлайым Рахмонова өзі тізгіндеп, Қарағандыдан Алматыға жолға шыққан. Көлікте ұлы мен 2 құрбысы болған. Бірақ өкінішке қарай, сол көлікте болған 2 құрбысы оқиға орнында жан тәсілім етті. Әйелі мен баласы жарақат алып, Шу қалалық ауруханасына жеткізілген. Кейін олар қолхатпен үйіне жіберілген. Жұрт арасында 2-3 пікір көп. Бірі әйел адамды аяймыз, баласы бар, қайғыдан қан жұтып отыр дейді. Екіншісі заң бәріне ортақ, танымал адам болса да, жауапкершілік болу керек дейді. Заңгерлердің сөзіне сүйенсек, бұл жағдайда зардап шеккен тарап кешірім берсе де, тергеу тоқтамайды. Себебі бұл қоғамдық маңызы жоғары іс. Әзірге Шавкат Рахмонов бұл жағдай бойынша ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Желі қолданушылары отбасыға сабыр тілеп, балаға амандық сұрап жатыр. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мұндай істерде танымал тұлғаларға жеңілдік жасалуы мүмкін бе? Әлде заң баршаға бірдей ме?